Сәлеметсіңдер ме балалар? Жақсы, отырайық. Қазір сіздер қай сабақ еді? Математика сабағы екен, иә? Ал балалар қазір сабағымызды бастамақ тұрып, өзімізге жақсы көңіл күй түсіріп алайық, иә? Мен сендерге қазір жақсы көңіл күй тілегім келіп тұр. Сендер бүгін маған айдай арайлап, күндей күлімдеп, таза аппақ көңілмен мен сабағымды бастаймын. Ал енді сендер маған кері байланыс ретінде мен қазір жалғастыр ойын арқылы, өйткені біз 4-ші сыныппыз балалар, өзіміз қайталамыз, өлең құрастыра аламыз. Сондықтан мен қазір сөйлемнің басын бастаймын, ал өзіміз тобымызбен ақылдаса отырып, ынтымақтастық атмосферасының келесі жолын тауып айтамыз, иә? Ал енді сабақты біз бастаймыз деген сөз, арай ойланамыз. Қайта оқиды қандай еді? Мен де сендерге бүгінгі сабақта қызықты өтуіне, тартысты өтуіне, және де бүгінгі алған білімдеріміз құнды болуына тілектеспін. Ондай болса балалар, үйде математикадан қай тапсырманы беріп еді? Аяулым. Үй тапсырмасына 124-ші бет нөмірі 10-ші есеп берілді. Сол есеп берілген. Енді қазір осыны біз көршімізді тексеріс арқылы көршімізбен дәптерімізді алмастырамыз да, дұрыс жауаппен әкеміз тексереміз. Тақтада дұрыс жауабы тұр, көршілермен алмастырда тексереміз. Қалымдар тексереміз. Тексереміз. Тапсырмасын көршілеріңді бағалаңдар. Егер де барлық есептері 3 есеп берілген, дұрыс болса жасыл бағдаршам түсіп, кішкене қателіктер кеткен болса, сары бағдаршам түсіп өтелейді. Жарайсыңдар. Бұл бірінші топтың оқушылардың бәрі үй тапсырмасы дұрыс, екінші топтікі де дұрыс екен, үшінші топтікі де. Жарайсыңдар. Сендер үй тапсырмасы түсінікті болған екен, керемет балалар. Осы қалпымызбен бүгін біз жаңа сабағымызды бастаймыз енді. Балалар, енді өткенді қорытып алайық біз. Өткен сабақтан. Оны біз кір жай әдісі арқылы өткен сабақта не білдік, соны еске түсіреміз. Ал енді кім шығады? Ал енді Айназ келе ғой. Мен сендерді балалар, үй тапсырмасын барлық оқушылар дұрыс шығарған, сол бәріне бүгін мына машина неге байланысты ол? Қозғалыс. Машина қозғалады. Сол сендерге бүгінгі сендерге бағалау ретінде әдемі машиналар сыйланып отыр. Кім көп машина жинайды, кім шектік балға жетеді, 9-10 балға. Яғни ол керемет бағалады, өте жақсы. Сондықтан соған жұмыс жасайды. Бірінші, яғни үй тапсырмасы болса, бәрімізде 1 бал бар. Ал енді үй тапсырмасы. Өткен белгісіне жайдан сұрақ қашықтық дегеніміз не? Қашықтық дегеніміз жүрілген жолдың ұзындығы немесе ара қашықтығы. Дұрыс па екен балалар? Иә. Жарайсың. Айназ. Келесісіне Айзере келе ғой. Уақыт дегеніміз жүрілген жолға кеткен уақыт. Дұрыс па екен балалар? Айзереге тағы 1 бал. Жарайсың. Келесі. Келе ғой. Жүрген бетші бойынша тағы жылдамдық дегеніміз не? Тыңдаймыз балалар.
жүрген қашықтық. Дұрыс па? Иә. Жарайды. Келесі. Бір сезім келеді. Дауысын шығарыңызшы. Жылдамдықты табудың формуласын жаз. Жылдамдықтың табудың формуласы S бөлу T. Енді ол сөзіңді айтамыз. Жылдамдық табу үшін не істейміз? Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты бөлеміз уақытқа. Жарайды. Дұрыс па? Иә. Жарайды. Келесі. Келеді. Өреңге. Келесі. Оқимыз. Формуласын жазып, қашықтықтарды сайта береміз. Тыңдаймыз. Жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Қайтадан айтылар ғой. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, өзі жөндеп ал. Енді келесі. Келеді. Келе қойдыр әлі. Ұзындық Уақытты табуды формуласын айт дейді. Қандай екен? Уақытты табу үшін не істейміз? Тиген S көбейту S бөлу Кім еске түсіреді? Азамат келе ғой. Қазір есімізге түсіріп аламыз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Дұрыс па? Иә. Азамат табу бол, азамат жая ғой. Сен қайталар түсіндің бе енді уақытты не істейді екенбіз уақытты табу үшін? Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Түсіндің бе? Жарайды. Біз азамат, ондай болса балалар өткен еске түсіріп алды. Енді ондай болса, біздің сонда бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Қозғалысқа берілген есептер екен, өткен сабақта бастағанбыз, ары қарай қозғалысқа байланысты есептер шығаруды бүгін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз қандай екен? Бір қалыпты түзусыздықты қозғалыстағы арақашықтық формуларын көрсету және қолдану. Ол дегеніміз арақашықтықтың формуласын, уақыттың формуласын, қашықтың формуласын қайту қолдану екен. Және есептер шығару үрдісінде жылдамдық, арақашықтық шамаларын өзара тәуелділігін пайдалану. Біз осы мақсаттар бойынша қайтеді екенбіз бүгін. Жұмыс жасап, есептер шығарады екенбіз. Енді мына жерге қарай назар аударамыз балалар. Бүгінгі күнді жазып қояйық. Дәптерді ашайық. Енді бері қараймыз, назар аударайық. Әлия велосипедпен 800 метр жолды тез 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай дейді? Есептің шартын құрамыз. Не белгілі бізде? Тағы да? Не белгісіз? Жылдамдықты табу үшін не істеуші еді? Ал енді осы есепті шартын тақтадан жазып аламыз. Шешуін кім шығарады? Келе қояйыз. Дәптерге жазып аламыз. Шешуі
тише не істейсің. Жазбам шашты. Қарбам, қандадым. Қандай екен? Жазып аламыз, маған көрсетеміз жазып болғанда. Кім бітті? Жарайсың. Керемет. Жауапты. Әлияны жылдамдығы қандай екен? Жазып алсын. Жазып алсын. Жылдамдығы. Оны сөйлеп түсіндірейік енді Айзере. Не белгісіз, онда не істеу керек еді? Қозғалыстың қай шамасы белгісіз, оны табу үшін не істеді? Шетке тұрмай, енді. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Ара қашықтық тең 800 метр бөлу 4 минут. Жылдамдық 800 метр бөлу 4 минут тең 200 метр минут. Жауабы Әлияның жылдамдығы 200 метр минут. Дұрыс па балалар? Жарайсың Айзере. Екінші есепті ашайсыз. Ал енді оқимыз оны. Ал аяғымыз. Арман 4 сағат ішінде 16 километр жолды жаяу жүріп еді. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Жауап берейік алдымен. Не белгілі? Ара қашықтығы белгілі, уақыты белгілі, жылдамдығы белгісіз. Ол үшін біз ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Жақсы, кете жазып аламыз. Астына шешімді жазып аламыз. Керемет. Балалар өте жақсы түсініп алыптық сабақты. Бәріміз деген қозғалысқа байланысты шамаларды ара қатынасының тәуелділігін жақсы меңгерген екенбіз, балалар. Жақсы, бәріміз алдыға отырып қайтып жатырмыз. Шығарып жатыр екенбіз. Әдемілеп дәптерді таза, дәптердің жазылу ережесін сақтай отырып, әр есептен кейін сол кездерін дұрыс қоя отырып дәптерді таза, әдемі жазамыз балалар. Жарайсыздар, жазуыңызда керемет көрінеді.
жазып қойғандарды қалам сыртып қоямыз, мен көрейін. Ой, тамаша. Аяғын кезде дұрыс па екен балалар? Иә. Жарайсың аяғын, керемет. Сөйлемейсің бе, сөйлеп жүріңіз. Шешімі. Bir тең 16 километр бөлу 4 сағат тең 4 километр сағат. Жауабы Арманның жылдамдығы 4 километр сағат. Бұл жерде бізде жылдамдығы белгісіз болды. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлдік. Ондай болса балалар, бізде енді келесі мінерде есімесе сақтайтын нәрсе бар екен. Бері қарай. Есеп шығарған кезде балалар жылдамдықты бір өлшемнен екіншісіне өрнектей білу маңызды. Өйткені жылдамдық үлкен өлшем бірлікпен берілсе, мысалы, километр сағатпен көрсетілсе үлкен ғой. Оны біз метр минут кіші одан, соған өрнектегенде оны былай талдаймыз. Мысалы, 1 километрде қанша метр бар? 1 сағатта қанша? 60 минут бар. Соны кішіге қайтеді екенбіз? Кіші өрнекке. Айналдырамыз. Мысалы, 36 километр сағатта қанша метр минут бар десек, бірінші не істейміз? 36. 1 километрде қанша метр бар? Ол үшін 36-ны қаншаға көбейтеміз? Қанша болады? 1 сағатта қанша минут бар? 60. Яғни 36-ны 60 минутқа бөлсек қанша метр екен? 600 метр. Түсінікті ма? Кішіге айналдыру. Енді қазір сендерге топпен жұмыс жасайсың, оған қатейін өткенді еске түсіріп аламыз. Түсірдік ба? Өзіміз оқып. Мынау не белгісіз? Арақашықтық табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлу. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Осы формулаларды қайтеміз? Пайдалана қолдана отырып, қазір есепке шығарамыз. Мына жерде қазір, міне, қозғалысқа байланысты мынау кім? Шабандық. Ақтары. Мынау кім? Мынау кім? Штоптың басшылары кеп, осына қандап аламыз. Ол ғой, кезі ғой. Ол ойын бір тапсырма ғой, бір топқа. Ал енді отқаған жасамыз. Есептің шартын бірігіп айтып келсем оны шығарамыз. Керек ғой, сырып келмін әдейі. Сенге айтып үлкен қып жазамыз балалар, үлкен қып жазамыз. Айсере, көріну керек, үлкен қып жазамыз. Үлкен қылып, дәу қылып. Мынандай, ең келер мынандай. Бұлай мұнда. Үлкен қып жазамыз. Одан дүркенді, көрінбейді ғой қазір. Келіп басқа тоқтар жұмысқа деді. Бағалайды, көрінбейді анамыз, сондықтан үлкен жасаймыз. Үлкен жазылыптыр ма? Бір әртіміне мынандай.
сендер дайындала береміз. Тоқтай тұрамыздар. Тоқта. Алдымен басқа топтар боламыз, қаламыз қойып, тыңдаймыз мына топтың жауабы. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ал бол деп тыңдайық. Ал қараңдар, балалар. Шартын оқи қоялым. Салт атты 14 км/сағат орташа жылдамдықпен 42 км жүрді. Ол осы жолды жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? И тең 14 км/сағат, Си тең 32 км/сағат, Т тең белгісіз сағат. Ол үшін біз уақыт табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Шешу. Ти тең 42 км бөлу 30 км/сағат. Тең 2 сағат. Жауабы тең 2 сағат. Дұрыс па екен? Яғни қанша сағатта салт атты жеткен екен? 2 сағат. 2 сағатта. Жарайсыңдар. 2 сағат жарайсыңдар. Отырамыз. Жарайсыңдар. Деген балдардың екінші топ. Ал енді болған топтар бағалаймыз. Тұра берсін. Бәріміз шығамыз. Дұрыс қараймыз. Алдыға қараймыз. Былай қараймыз. Маған қараптай. Оқушыларға қараймыз бала. Оқушылар. Шаңғышы 3 сағат ішінде 45 км жүгірді. Ол қандай орташа жылдамдықпен жүгірді? Тыңдаймыз балалар. Бағалаймыз қазір осы топты. 3 сағат. С тең 45 км. Аңсап бағалаймыз, аңсап? Шешуі V тең S бөлінген T. V тең 45 км бөлінген 3 сағат. Тең 15 км/сағат. Жауабы ол 15 км/сағат орташа жылдамдықпен жүгірді. Дұрыс па? Не белгісіз екен? Жылдамдығы белгісіз. Жылдамдығы қанша екен? 15 км. Жарайсыңдар. Қойып қоямыз. Үшінші топта. Сөйледі. Айнар сөйледі. Спортшының орташа жылдамдығы 18 км/сағат. Ол 3 сағат ішінде қанша арақашықтықты жүгіріп өтеді? Ал енді сым шығарады. Сен басқа. Бекзат. Айта ғой. Не белгісіз? V тең 18 км/сағат. Жылдамдығы деп айтайын. Жылдамдығы 18 км/сағат. Уақыт 3 сағат. Арақашықтық белгісіз. Шешуі арақашықтық тең жылдамдыққа көбейтеміз уақытты. Арақашықтық тең 18 км/сағатты 3 сағатқа көбейтеміз. Тең 54 км. Жауабы 3 сағат ішінде 54 км жүгіріп өтеді. Дұрыс па екен 54 км? Тексердік па балалар? Бағалап жүрейік. Дұрыс па екен? Жарайсыңдар балалар. Әне тақтадағы есеппен қараймыз, өзіміздің ойлаған есебіміз. Қарашы балалар. Мына жерде қазір Бекжан жауап берді, сізге Амангелді Айзере, дұрыс па екен есептерің? Жарайды. Енді балалар сендерге мен қазір шығармашылық есеп беремін. Әрқайсының дәптерлеріңді аламыз, қайталап дәптерлеріңді аламыз. Содан кейін мына шығармашылық есепті орындаймыз. Ал енді оны ұстап тұрып оқып берші Айнас. Бір сан ойлады. Оны 9 есе арттырды. Содан соң 35-ке кемітті. Одан шыққан нәтижені 4 есе кемітіп 38-ді қосқанда 60 шықты. Әлия қандай сан ойлады? Енді осы шығармашылық есепті шығарамыз. Теңге түрінде шығарсаңдар болады, болмаса өздерің санды өрнек түрінде жазып шығарсаңдар болады.
Кері қарай есептеп шыққан саннан жаз қайтадан түгеліміз әдемілеп жазамыз. Жазамыз. Жазып шығарамыз. Сол есептеймін. Қазір кім қазірден бастап жазып бітті? Мен қарап отырмын, сол оқушының жазамын. Жазамыз. Жазып келген оқушы, жасы бағдаршам деп, мына қаттағы шығарып көрсетеміз. Жазып келген оқушы. Кім жазып шығарып бітті? Біттің ба? Кім бітті? Айназ бітіпті. Жарелет. Азамат. Дәрия. Несібелі. Ал енді Айназ оқып берді. Кімде қалай шықты? Тексереміз. X көбейтілген 9 азайтылған 35. Жақша жабылған бөлінген түрін қосылған 38, азайтылған 63. Тең 63. Жақша шығылған X көбейтілген 9 азайтылған 35, тең 63 азайтылған 38. Жақша шығылған X көбейтілген 9 азайтылған 35, тең 25. Жақша шығылған X көбейтілген 9 азайтылған 35. Жақша жабылған тең 24 көбейтілген 4. Жақша шығылған X көбейтілген 9 азайтылған 35. Жақша жабылған тең 100. Жақша шығылған X көбейтілген 9 азайтылған 35. Жақша жабылған тең 100 қосып 35. X көбейту 9 тең 135. X тең 135 бөлінген 9. X тең 15. Дұрыс па? Әлі қандай сан ойлапты? 15. Айтере сен жазып тастама. Дұрыс па? Қалған оқушыға сенен кетеді. Мен парақта бар жазамын, өзім жазамын. Шығармашылық жасайды. Сен 15 ба? Жарайсың, сені кіші. 63 тең 65 ба? Сенікі қайсың? Сонда жарайсың, Айназ бар. Тақтасың. Айназдікі дұрыс екен, Айтередікі дұрыс, Азаматтікі дұрыс шықты. Азамат, содан кейін. Бұған біз 3 балл бердік, толық шығарғандар. Қазір мына жерде біте алмағандарға қазір бағасына қарай. Теңдеуді дұрыс қылсаңдар 1 балл солай. Дұрыс шығарған. Аяғымдікі дұрыс дедім, Дәриянікі дұрыс дедім, е? Содан кейін кімдікі дұрыс дедім? Айназдікін айттым. Е? Амангелді Айзере дедім, е? Алжанбек дедім. Өренге 1 балл идесін құрған, талпынған. Сендердікі жоқ, теңге дұрыс құрамапсыңдар. Сен теңге құрдың ба? Шығынға 1 балл. Сен жай теңге саған 2 балл. 2 балл. Аяғыға. Өренге 1 балл. Құрғасыңа қарай шығарылмағансың. Бекжан
сен жеге тұрғасың, ара аяқталмағасың, иә? 1 балл. Толық шығарған балаларға 3 балл бердім, қалғандарына 1 балл бердім. Аяғы толық шығарылды. Енді толық шығара алмаған балалар, балдарымды беріп қойдым. Қазір Айзере қайтеді? Тақтаққа жазып жатыр. Сол бойынша есебімізді ары қарай тауып аламыз. Сонда Әлия қандай сан ойлаған екен? 15. Оны қалай білдік? Бұны кері қарай жүрсек те болады, иә? 1 сан ойлады. Яғни 15, иә? 15-ті 9 есе арттырып. Қанша 15-ті 9 есе арттырып? 45. Ары қарай оны 35-ке кемістік. Қанша болды? Кері жыға етіп береді. Басқа тәсілмен тауып береді. Сендер теңгемен шашыпсыңдар ма енді? Енді азайта ғой. Теңгемен бәрі теңгемен шығарттыра. Мен орнына қойған кезде сендер есептеу керек. Недіктерді есептеу. Болды, е? Айтере, келші, бізде сабаққа қатыспай отыратын балалар. Әдеміз, мына есептерді жазып жібереміз. Шығамын есепті. Бағадап шығарып жібереміз, е? Маған сөмен береміз. Сөмен жұмыс жасаймыз. Соған жаза береміз. Сол менмеген парақ астына жаза береміз. Анда бұл парақты жазып парақ береміз. Сөмен жұмыс жасаймыз. Мен үлестірме парақтарын тапсырған оқушылар қазір сабақты соғылайын, маған сол тапсырманы қайтеміз. Береміз, жарай ма? Жеп бересіздер, орындап бересіздер. Айзеренің есебі дұрыстардан болады па балалар? Есепті ойлаған саны қандай екен есептің жауабы? 15. Балалар ондай болса, сабағымызды қалай түсінді, соны бекіту мақсатында біз мақсатына жер әдісі арқылы мына жерде қалай бүгінгі шамаларға байланысты есептер жасырылған, есептерге шартын түсіндіріп жіберейік ойынның. Мына жерде есептер тұр ғой балалар? Иә? Бұл қай шама екен, ол не белгісіз екен? Осы алған гүл тұр мына жерде гүл. Соның жауабын астында тұр. Мына есептердің жауабы. Сол гүлді әкеп, сол жерге қайтуымыз керек, қоюымыз керек. Сол кезде тез шығарсақ, кім жылдағы бәріміз тез мақсатқа жетеміз. Бүгін сабақтың мақсатына жеттік па? Соны анықтаймыз. Келе қоямыз. Енді бәріміз шығамыз. Жылдамыздар, оқимыз. 450 километр бөліп 90 километр сағат. Бұл жерде уақытты белгісіз. 450 километр
километрді 90 километр сағатқа бөлгенде 5 сағат шығады. Дұрыс па? Келесі айтере. Жарайсың саған. Дұрыс. Әріпке болған 2 балл. Бұға 2 балмен бағаланып отырды. 60 километр сағат бөлгенде 4 сағат. Тең 240 километр. Дұрыс па? Келеді. Айна келеді. Қалаған гүлімізді аламыз, 6 километр сағат. 6 километр сағатта неше метр минут бар екенін табу үшін 1 километрде 1000 метр бар. 1 сағатта 60 минут бар. 6000 метрді 60 минутқа бөлеміз. Сонда 100 метр минут шығады. Дұрыс па? Жарайсың. Кел айтере. Айнас. Оқимыз алдымен 80 километр сағатты 3 сағатқа көбейтеміз. Тең болады 240 километр. Бұл не белгісі екен сонда? Бұл жерде жылдамдық белгісі, арақашықтық белгісі. Арақашықтық қанша болды? 240 километр. Жарайсың. Бекжан, жарайсың. Несібелі? Бекжан. 600 километр жүргенде Қараймыз. Бері қараймыз. бұл жерде жылдамдық белгісі. 600 километр бөлу 2 сағат. Тең 300 километр сағат. Дұрыс па? Жарайсың. Азамат келе ғой. Бұл жерде бізде бұл несібелі екені бар. Несібелі. Бұл жерде жылдамдық белгісі. Уақытқа бөлеміз. 140 километр бөлу 2 сағат. Тең болады 8 километр сағат. Дұрыс па? Жарайсың. Бұл азамат гүл сезім. Бұл азамат. Бұл жерде уақыт белгісі. Сондықтан 180 километрді 600 километрге бөлеміз. Сонда жауабы 3 сағат. Бері қараймыз. Сонда жауабы 3 сағат шығады. Алла, қандай сөз шықты? Бұл сөз ме? Қандай сөз? Жарайды. Ал енді орнымызда тұр. Достар. Ал, екі. Ал, не айтамыз? Екі. Егер сағат ұнаса, саусақ тасыңдар. Егер сағат ұнаса, аяғыңды тасыңдар. Егер сағат ұнаса, шаталақта балаша. Егер сағат ұнаса, айтайықшы тамаша. Жарайсыңдар балалар. Бәріміз қайттық. Мақсатымызға жеттік. Жарайсыңдар. Ондай болса балалар, бізде биыл Ыбырай Алтынсарин атамыздың шешілдік екен. Тақтадағы кімнің суретін көріп тұрмыз? Ыбырай Алтынсарин кім? Кім айтады? Кім Ыбырай Алтынсарин дегеніміз? Ақын, жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Кім екен тағы? Ақын, жазушы, ағартушы, қоғам қайраткері. Жарайсың. Кім екен Айнас? Ыбырай Алтынсарин? Жазушы, Аха. ағартушы,
иә. Кел балалар оқылып тағы. Жаз. Бақыттар тағы. Енді осы Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқып» деген өлеңін кім оқып береді? Бекжан оқып берсін, иә? Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылып. Бір алмаға сыйынып, кел балалар оқылып. Оқығанны көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сиса көйлек үстіне тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Жарайсыңдар, өнер білім бәрі де оқуменен табылған деп Ыбырай аталарының бізге өсиет айтып кеткен екен, иә? Биыл 80-ші мерейтойы деп отырмыз, балалар. Қазір соған қайтеміз біз? Тарту жасаймыз. Тартуда тамақ бұл үй тапсырмасын алып алайық, балалар. Ал енді тартуды біз қандай немен жібереді екенбіз? Үш қарсағы кері байлайтын. Не? Қызық, қиын, қажет, иә? Біздің алдарымызда стикерлеріміз бар, соған жазамыз. Сен гүлшоқтар тұр ғой? Гүлшоғына стикерімізді шақтаймыз да, қайта басып қоямыз. Ыбырай атамыздың алдына басып қоямыз, иә? Қазір бірдей ойлап жазып алсын басқаларда. Алдыңда стикерді соған қоямыз. Ал енді қоя береміз бірден апады. Гүлшоғын бүгін жақсы біліміміз, біздің жақсы тәртібіміз Ыбырай атамызға қайткенбіз. Сыйымыз болсын біздің жатқан. Қоямыз. Жарайсыңдар балалар. Мен бағана білесің ме, қарақшылар таратқан балалар маған бере саламыз. Бағалаймыз. Ондай болса балалар. Ал енді бағалауды мен бүгін немен? Жылдамдықта қозғалысқа байланысты машинамен өлшегем, иә? Осы жерде әркімнің қанша бал алғаны көрініп тұр, иә балалар? Міне мына жерде Амангелді Айзерек 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10 алыпты. Қанша? Жарайсың 10 бал. Екінші Алжан Берайзер 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10. Керемет, иә? Аяры 3 бал алыпты. Нұрбәкетмен бір бал алыпты. Дәрия 1, 2, 3, 4. Дәрия 9 бал. Жарайсың. Көрем. 1, 2, 3, 4, 5. 7-еу. Айнас 10 алыпты. Әділет 8 алыпты. Аңсар 3 алыпты. Исмайыл 2-еу. Бекжан 7 алыпты. Мұхамед Аяулым 10. Иә? Жарайсыңдар, иә? Ал кейбір балаларға қазір тапсырмалар бойынша бал қоя, тағы қоямын, иә? Ондай болса, үйге тапсырманы жазып аламыз. Иә? Үйге қай тапсырманы береміз? Өзіміздің кітаптағы 10 есеп 13 бет, иә? Түсінді ма? Ал жақсы, орныңыздан тұрайық. Бүгін тамаша сабаққа қатыстыңдар балалар, керемет. Бүгінгі сендердің білімдеріңе
қатты қуанып отырмын. Сендерге рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.